Конституция ол мемлекеттің негізгі құжаты, иә? Яғни дәл осы конституцияда қоғам және мемлекет өмір сүретін негізгі қағидаттар жазылады. Бірақ біз мына нәрсені түсінуіміз қажет. Физика заңдарынан басқа ешбір заң өздігімен жұмыс жасамайды. Заңдар қай жағдайда жұмыс жасайды? Егер адам ол заңды түсінсе, ұғынса және сол заңдарды қабылдап, сол заң бойынша өмір сүруге дайын болса ғана жұмыс істейді. Ал егер де біз қандай да бір заңдардың толыққанды жұмыс істеп, біздің жәнегі айтқан әділетті Қазақстанға ұмтылғымыз келетін болсақ, біз осы заңдардың алдындағы өзіміздің жеке жауапкершілігімізді түсінуіміз қажет. Қазақстан Республикасының президенті айтқандай, әділетті Қазақстанды жауапты азаматтар құрады. Яғни қазіргі таңда біз өзіміздің өміріміздегі ең маңызды және айтулы уақыттардың бірінде тұрмыз. Қазір біз тікелей мемлекет қандай бағдарда дамиды және мемлекеттік қандай өзгерістер конституциялық түрде бекітіледі, сол нәрсеге таңдау жасай аламыз. Яғни бұл нәрсені түсінейік. Біздің болашағымыз көп уақытта негізі біздің қолымызда тұр.